Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Сіздерге японский дарякидің жасалу жолын бөлісемін. Бұл даряки өте дәмді әрі жұмсақ. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны салып, толықтай араластырып аламыз. Сосын майды қосып, тағы да араластырамыз. Сүтті қосып араластырамыз. Қант қосамыз. Сосын бал қосып, толықтай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ұнға қопсықышымызды қосып, сұйықтығымызға шетінен қосып, шетінен араластырамыз. Егер сұйықтығымыз жақсы араласпай қалса, онда оны жоғары жылдамдықпен қатты араластырсақ, ол жақсы араласып кетеді. Араластырып болған соң, қопсықышымыздың әсерін көру үшін бетін жауып, бөлме температурасында 30 минутқа сақтап қоямыз. 30 минут өтті, енді қамырымызды пісіре берсек болады. Табамызды қыздырып болған соң, аз отпен пісіре берсек болады. Оны пісіру өте оңай, ешқандай май жақпай-ақ, аз ғана отпен осылай сұйықтығымызды құйып пісіре салсақ болды. Асты күйіп кетпеу үшін біздің табамыз өте қалың болуы керек. Бет жағы көпірше бастаған кезде ол пісті деген сөз, оны аударамыз. Арты сондай әдемі болып пісіпті. Біз дарякидің қамырын пісіріп алдық. Енді ортасына осындай шоколадты жағып, 2 бетін жабыстырсақ болды. Дарякиміз сондай қалыпты мөлшерде дайындалған. Қамыры да өте қалың емес, шоколады да өте көп емес, бәрі қалыпты болған. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса, каналға жазылып, комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.